Жексенбіге қараған түні Ресей мен Украина бір-бірін тағы соққының астына алды. Жергілікті биліктің мәліметінше, екі тараптан да бейбіт жұрт зардап шегіп, мерт болғандар бар. Түнде Ресей әскері Украинаның бірнеше қаласын атқылап, Киевте жасалған шабуылдан 4 адам, оның ішінде кішкентай бала қаза тапты. Елдегі екінші ірі қала Харьковта соққыға жығылды. Тұрғын үйлерге түскен зымырандардан кемінде 3 адам мерт болып, ондағаны жараланды. Жергілікті билік мұны соңғы апталардағы ең жойқын шабуыл деп бағалап, атыстың әлі де жалғасатынын ескертті. Жиын нысанға ілігетін Одесса порты да аман қалмады. Кремль күштері бейбіт нысандарды атқылап, салдарынан 8 адам жарақат алды. Сондай-ақ Майдан шебіндегі Сумы, Херсон және Донецк өңірлерінде тағы кемінде 6 адамның қаза тапқаны белгілі болды. Ал Ресей тарапы шекарадағы Белгород облысына түнде дрон құлап, кем дегенде 5 адам мерт болып, 20 шақтысы жараланғанын айтады. Ресей қорғаныс министрлігі Белгород пен аннексияланған Қырым аспанында, сондай-ақ Қара мен Азов теңіздерінің үстінде украиналық 150-ден астам дронды атып түсіргенін мәлімдеді.